Al dostlar, biz çıktık. Keşke прогулкаға. Қыдыруға кеткен. Прогулкаға. Әжесі бар, Инабат бар. Алдында Ахмет бар. Анда екеуін көрсет. Артында төртеуі бар. Насихат бар. Мама. Человек паук болады. Былай кетіп бара жатырмыз. Кешкі салқынмен. Ал не дейсіз әжесі? Құтты болсын, ақыл тілеймін бәрімізге. Кеттік ал. Ал біз шықтық серуендеуге. Ахмет. Ахметте көп серуендеу керек. Жалпы бәрімізге көп серуендеу керек. Таза ауада жүру керек. Сол үшін біз кешкі серуенге шықтық. Қандай күшті. Бағана біз осы жерде болғанбыз. Осы жерде күндіз өткен кезде мынандай свет жанып тұрған жоқ. Свет жанған жоқ еді. Қазір кешке күшті көрінеді екен. Шықпаңдар, түсіп кетесіңдер суға. Алдың белді, Рахман, салқын. Дала, салқын болып тұр. Жасыл, көк, сары қызыл болып жанады екен, е? Осылай тамашалап тұрмыз. Ал, мына жақта фотосессия болып жатыр. Мына екеуі суретке түспейміз дейді. Просто тамашалап отыр. Демалып. Миыңды тынышталдырады екен. Күшті екен. Қарап тұра бергің келеді. Мен қазір жақындатып түсірейін, сөйлемей тұрайын. Сіздер миларыңызды тынышталдырып алыңыздар. Осы жерге келдік, парк. Әкесін күтіп отырмыз осы жерде. Қазір әкесі машинасын қойып келеді. Ой, молодец, Асылхан. Асылхан сондай ақылды. Ау! Сондай ақылды, ақылды. Sana енді. Құдай бере салған балалары ғой. Енді кеттік, неге барайық та ана? Паркке ма? Паркке барайық. Жүндер кеттік. Мына жаққа барып көрейік, мына жақта. Жүріңдер, кеттік. Болды ғой. Ойнадыңдар ғой. Жүр. Біз ойнап болды. Мына жерде тағы да осындай фонтан бар екен. Иә. Әжесінен. Неге? Жүріңдер. Оптыр, анадан қарағанда үлкен екен. Мына екі жағының бәрі фонтан. Ал мына бізде 25 этажды қонақ үй.
Алматыда аты әйгілі қонақ үй. Жан жағым бәрі фонтан. Мынау бізде Көктөбе. Осы жерден канатный дорогаға отырып барады Көктөбеге. Біз осы жерден отырғанбыз қыста Көктөбеге барғанда. Ал мына бізде Дворец Республика. Бұл жерде концерттер, түрлі жиындар болып тұрады. Түнгі Алматы осындай. Тұрыңдар осы жерде бәрі. Мен ана Көктөбе деген жазуымен бірге суреттеп тұрып алайын. Қайсыңа сатшың? Алма? Жүріңдер алмаға барайық. Аяқта алма бар дейді ғой, жүріңдер. Anaqa baraysiz, tumonga. Кеттік. Мына кесе нағыз бізге арналған екен, шайхорларға. Біздің бір подписчигіміз айтады ғой, шай іше береді екенсіздер деп. Мына кесені алып кетеміз ау деймін үйге, Как раз 6 ма? 1, 2, 3. Жетеу ма? Иә, жетеуімізге. Осындай көрініс болып тұр. Кесені жасап сен қасына шайнегін қойып қоймай ма? Жоқ. Самовар ма? Кеттік енді буға. Кеттік енді анаяқта бу бар, соны көруге бара жатырмыз. Бұрын ауылда жүрген кезде осы мынау 25 этажды көруді армандайтын едік қой. Мынау біз әлі сол Қазақстан гостиницаның жан жағында жүрміз ғой. Мені туман деген осы. Біз бағана күндіз келген, сонда свет жанып тұрған жоқ. Жай туман ғана болып тұрған. Қазір свет жанып, күшті болып тұр, әдемі болып тұр. Ал қайттық үйге. Үйге қайтып бара жатырмыз. Үйге барып, демаламыз, жылы төсекке оранып, ұйықтаймыз. Насихат жаурады. Не только насихат, бәріміз жаурап кетті. Әжеңді айтып, тұрған жерінде бір сүр ал. Сүрейін суретке. Қараңдай бер арада. Болды, сүрдім. Бер арамдар, насихат. Болды, сүрдім. Иә. Ана жақта видео түсіріп жатыр, Ақниеттер. Әкесі түсіріп жатыр. Күтіп тұрмыз. Түнгі қала осындай. Тура 25 этаждың дәл алдында тұрмыз. Әрең амандасақ. Ең жоғарғы жағы бар ғой, сол жағы әдемі көрінеді. Кезінде біздің мамаларымыз осы жерге келіп, қыдырып жүрген ғой, енді Алматыда көп неткен жүрген. Сонда біз анау суретін көріп қызығатын еді. Бізде Алматыға барып, анау 25 этаждың қасына барып суретке түссек қой деп армандайтын. Суретке де түсіп жатырмыз, видеоға да түсіп жатырмыз, Құдайға шүкір. Олар ұзағынан кетті ғой. Видеоны өлтіріп түсіріп жатқан сияқты ғой әкесі.